Қайырлы күн достар, естеріңізде болса, біз Шымкент қаласынан ашылып жатыр. Дәл қазіргі сәтте бізге Шымкент қаласынан стажерлар келді. Отдел продаж менеджерлері отырады. Жақында ғана отдел комиссия бізде міне осы ашық есік терезеге. Бір менеджер полностью обучать етеді, әр түрлі банктар болады, сонымен жүреді. Сол үшін қыздарда енді расында кредитование ретінде жиі өзгеріп тұрады. Бізде осындай журнал болады. Принял, взял, расписался, уақыты да болады. Себебі менеджерлер енді каждый былай айтқанда жауап береді. Достар, қазір тәлімгерлермен танысып, біздің жұмысты қалай тапқанын және де бірінші впечатленияны сұрайтын боламыз. Сіздермен бірге қазір Нұрпейіс, саламатсыз ба? Саламатсыздар. Өзіңізді таныстырып және қайдан көргеніңізді айтып жіберсеңіз. Есімім Нұрпейіс. Шымкент қаласынан келдім. Стажер, қазір уақытта оқып жатырмыз Алматы қаласында. Сіздерге Инстаграмға бұрыннан подписанмын. Инстаграмнан көріп жүретін. Бір күні сол Инстаграм көріп отқан кезде историядан көрдім, что вакансия ашылып жатыр Шымкентте, ашылайын деп жатыр салон дегенде. Содан сіздерге хабарласып, жазып келдік. Шымкент қаласында бірінші стажер, то есть собеседование өткізді, директордың өзі, региональный директор. Және онлайн собеседование, екі собеседование өтіп, осы жерде атқарушы директор Ақмарал ханыммен собеседование өткізіп, осында шақырылды. Қалай жұмыс жалпы ұнап жатыр ма? Не үйрендіңіз, өзіңізге соны бөлісіп өтсеңіз? Я, жұмыс өте керемет. Келгенімізге 5 күн болды. Уже міне көп нәрсе біліп қалдық, қалай жұмыс жасау керек екенін бізді. Бұл осы жердегі мен ойымша күтіп алған коллективтің арқасы деп ойлаймын. Өте тамаша, керемет, дружно күтіп алып жатыр. Оқытып жатқан осы жердің сотрудниктері де барлығы бар білгендермен бөлісіп жатыр. Көп нәрсе біліп қалдық. Алматыда паркингқа кіру үшін осындай карточка беріледі. Себебі енді былай айтқанда, мысалы енді заборда біраздан кейін жабылады. Былай айтқанда, любой клиент кірмеу керек. Ол обязательно через ресепшн өту керек. Себебі ол жерде атын жазамыз и сотовый номерін жазамыз. Тест-драйвта да осы жерде істейді балалар. Біз паркингтан шықпаймыз. Диагностика қабылдайды машинада. Визуальный осмотр болады бізде. Мастер-приемщик бар бізде, міне Нұрсұлтан. Бұл жігіт мастер-приемщик. Ол шығады, машинені қарайды, толщинометрмен тексереді машинені. Егерде енді былай айтқанда төбесі болсын, стойкалар болсын, қатты былай айтқанда шпаклевка болса, енді ондай машина біз қабылдамаймыз. Ал енді сату бөлімінің менеджеріне келген Бауыржан мырзамен танысайық. Жасыңыз нешеде екенін және де қалай келдіңіз жұмысқа, алғашқы впечатленияңызды бөлісіп айтып жіберсеңіз. Так, саламатсыз ба, Гүлназ ханым? Жасым менің 36-да. Осы Q-Flow Tulpar командасына жаңадан қызметкерлер жинап жатыр дегеннен кейін Инстаграм жүйелесінен көріп, Нұрсұлтан қаласынан келдік Алматы қаласына. Қазір стажер дейді ғой. Соны өтіп жатыр стажировканы. Так, қалай айтсам болады. Стажировканы өтіп, машиналардың, көліктердің қыр-сырын қалай не қылатынын сөйтіп көп нәрсені үйреніп жатыр. Біз туралы естіп едіңіз бұрын Тұлпар жайлы? Я, сіз туралы 2 жылдан жуық мен естіп, және Инстаграм, YouTube жүйелерінде барлық жерде көріп отырам. Мына Q-Flow Tulpar деген сіздер ребрендингтеріңіз бар ғой. Қазір жаңадан аттың суретін қойдыңыздар. Өте танымалы. Жүрген жерлерде мен көп жерлерде байқаймын. Q-Flow Tulpar қазір Астанада ашылдыңыздар, жақын арада Ақтөбеде, сосын Қарағандыда, енді алла жазса Шымкент қаласында ашылып жатыр дегеннен кейін қызметкерлерді қабылдағаннан кейін біз сол Шымкент қаласына алла жазса өз ниетімізбен, ішімізден қуаншылықпен жұмыс істейміз деп, осы жаққа Алматы қаласына стажировкаға келіп жатырық. Оқу әдістемесін үйренуге. Оқу барысы қалай болып жатыр? Впечатление қалай қарсы алды сізді? Оқу барысы өте тамаша, впечатление, орысша айтқанда айтады ғой, самое лучшее вообще, наилучшее впечатление тамаша Талғат ағамызға, біріншіден, екіншіден Ақмарал ханымызға, сосын Q-Flow Tulpar командасына, қызметкерлеріне өте рахмет. Жоғары оқуды, жоғарғы деңгейде бізді күтіп алды. Сосын барып, қалай айтсам, оқу әдістемесі тамаша, команда өте мықты. Білмеген жерлерімді сіздердің сұраған өзінде, мысалы, сіз жауап бересіздер. Любой операторға барып сұрасам, жауап береді, бәріне алады, күлімдеп шығарып салады кісілерді. Прям тамаша, айтатын сөз жеткізетін сөзім жоқ, мысалға, Q-Flow Tulpar командасына. Тек қана ары қарай осылай жалғаса беріңіздер.
Все, рахмет. Сіздердің көңілдерінен шығуға тырысамыз, команда болып, бар күшімізді, білгенімізді айтып түсіндіретін боламыз. Бұл зона приема автомобиля. Сразу осы жерге камералар қойылған, себеп тексерген кезде белгілейді машинені. Осындай царапинасы бар, осындай сәл терезесі түсіріп екен, замечание бәрі түсіреді. Иә, ол енді полностью принимать етеді. Егер де бағана айтқандай сияқты толщинометр мен стойкада, крышаларда енді прям кузов ретінде қатты бір ударлар болса, біз өкінішке орай енді ондай машина қабылдамаймыз. Ал келесі бізден тәлім алып жатқан Нұркен мырза, өзіңізді таныстырып айтып кетсеңіз. Есімім Нұркен Мамыров болады, Алматы қаласынан. Осы жұмыста Instagram желісінен іздеп тапқан болатынмын. Тапқанда қалай бірінші рекламадан машина көріп, осы машинаның ценаларын көріп, бақылап жүрген болатынмын. Кейін жұмыс жайлынан ұсыныс жасаған болатынмын Instagram желісінен. Талат ағаның өзіне де личке дедің, дайрексіне өзіне жазған болатынмын. Одан кейін осы компанияның өзінің тікелей жұмыс сайтына өзін тікелей дәрегіне жазып, сол арқылы осы жұмысты тауып келіп отқан жайым бар. Ал жұмыс барысы қалай, ұнап жатыр ма? Иә, жұмыс барысы ұнап жатыр. Аға болғаннан бәрінен үйреніп, алдағы уақытта жақсы сатушы боламыз деп айтамыз. Ал біздің команда қалай қарсы алды сізді? Жалпы қалай ұнап жатыр ма бар? Иә, команданың қарсы алғаны, күнделікті сөйлегендері, күнделікті бір-бірімізді көріп амандасқанымызды өтіріп, адамға қуаныш, андай бір настрой дейді ғой, сондай сыйлайды. Ол жағынан бәрінен рахмет, күшті қарсы алып алды. Ал келесі тағы да сату бөлімінің менеджеріне сабақ алып жатқан Еркін мырза, саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, қайдан көрдіңіз, қалай? Баяғыдан қараймын Инстаграмнан, тәкеңді көремін, жақсы. Инстаграм кейін осы объявление шыққан екен, Әділ деген жігіттің номері шықты. Сол арқылы осы жаққа келдік. Енді Шымкенттің басынан бастап құрылуына енді басына болайық деп шештік. Атсалысып жатыр, иә. Енді жақсы жұмыс, жақсы дайындық, барлық условия жасалған. Өте жаңа пятизвездочный отельде жатыр, жатқан жеріміз жақсы. Иә, жақсы бары. Керемет өтуде. Жақсы. Қалай қарсы алды сіздер, жақсы бәрі? Енді басынан бастап жақсы эмоциямен қарсы алды. Әлі күніге күтіп алу. Сабақ барысы қалай өтіп жатыр? Машинамен танысу, клиентпен жұмыс жасау. Білмейтін нәрсе көп екен негізі. Көп нәрсені үйреніп жатыр. Документ жағынан, иә. Сырттан қарағанда оңай сияқты, машина сату. Сырттан қарағанда оңай, иә, кітап жүйелі бөлек негізі. Көп нәрсе басында бәрі оңай болады деп ойлаған, иә, дұрыс емес екен негізі. Оқыған бөлек, іспен бөлек, иә. Все, рахмет сізге. Тағы да бізде сату бөлімінің менеджері Мақсат мырза, саламатсыз ба? Қош келдіңіз Q-Photopарға. Өзіңізді таныстырып, қайдан көргеніңіз жайлы алғашқы впечатленияңызбен бөлісіп жіберсеңіз. Саламатсыздар ма? Есімім Мақсат болады, жасым 24-те. Мен осы жұмысты Инстаграмнан көрдім. Баяғыдан білетін тұғым осы. Бізді жақсы қарсы алып алды Шымкенттен келген кезде. Жақсы жерге орналастырды. Сабақ барысы қазір өте керемет болып отыр. Барлық менеджерлер түсіндіріп жатыр, өз білгендерін айтып түсіндіріп жатыр. Алғашқы жұмысыңыз қайда болды? Алғашқы жұмысым осын Арыс қаласында істеген мен өзім. Бұрыннан Инстаграмнан байқап жүрдім, осы команданы осы Алматыдан бар екенін, Шымкентте ашылған кезде резюме тастап көрдім осылай Инстаграм арқылы. Сөйлесіп, номер алмасып, солай осында Алматыға келіп қалдым. Келген болатынмын. Сабақ барысы қалай жүріп жатыр? Менеджерлар жақсы түсіндіріп жатыр ма? Менеджерлар өте керемет түсіндіріп жатыр, білмегенімізді үйретіп жатыр, көрсетіп жатыр, барынша. Барлық жағдай жасалып жатыр, былай айтқанда. Осы 2 аптаға бізге сеніп келгендеріңізге рахмет. Сонау Шымкент қаласынан сенімдеріңізді ақтаймыз деп ойлаймыз. Бар білгендеріміз сіздерге түсіндіріп жатыр. Сіздер де өздеріңіз түсініп алыңыздар. Машина сату былай қарасаң оңай сияқты, бірақ қиын екен. Көбісі айтып жатыр, бізде кітап бойынша оқимыз. Сол қалай түсініп жатса кітапты былай орысша жағы? Кітап былай орысша сәл қиындау болып жатыр. Бастапқыда қиын болды, иә. Қазір менеджерлардың арқасында түсіндіріп, барынша түсіндіріп жатыр, былай. Теория жүзінде көрсетіп жатыр, практикалай көрсетіп жатыр. Бәрі жақсы, керемет.
Все, рахмет сізге. Рахмет. Алдағы уақытта сәттілік. Иә, рахмет көп сіздерге де. Жарайды, жақсы. Давайте мен тағы бір рет сіздерге өзімді таныстырып өтіп кетейін. Өйткені новый, по-моему, бізде командада тоже новенькийлер бар да. Біздің командада новенькийлер бар. И біздің стажерлар бар, Шымкент қаласынан келген. Кейбіреулеріңізбен, большинство из вас мен сөйлескенмін видеозвонокпен сөйлеспегендеріміз тоже бар. Мен өзімді таныстырып кетейін. Есімім Мақмарал болады. Осы Кюфо Тулпар компаниясының управляющий директор болам. И по совместительству HR-менеджер, то есть по персоналу, полностью персонал, это моя ответственность. Поэтому, если какие-то вопросы есть, можете обращаться. И, думаю, можем начать наше собрание. Начнем с того, что, наверное, со знакомства, да? Достар, сіздер білесіздер, Шымкент қаласында 2 бірдей филиалымыз ашылып жатыр. Сол себепті қазір максималды түрде көбірек сату бөлімінің менеджерларын жинап жатыр. Алдарыңызда Сұлтан мырза, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Менің есімім Сұлтан, жасым 21-де. Шымкент қаласынан болам. Кюфо Тулпар автокөлік компаниясын тағатаған айтуы бойынша 1,5 жыл болып бақылап келемін. Тамаша. Шымкент қаласының ашылуын өте көп уақыт күттім. 1 жыл 2 жылдай күттім Шымкент қаласының ашылуын. Сөйтіп Тағат ағамызға жаздым, аға осыны Шымкент қаласынан Кюфо Тулпар командасына кірсем болмады. Тағат ағамыздың шақыруымен Алматы қаласындағы Кюфо Тулпар автокөлік компаниясына келдік. Компания келгенде басты мақсатымыз өзіміздің осы Алматы қаласындағы адамдармен іс тәжірибе жүргізу мақсатында көп білім жинау мақсатына келдік. Команда өте дружный, жақсы қарсы алып алды. Орналасқан жеріміз бәрі өзімізге тамаша ұнады. Қазақтың компаниясы Кюфо Тулпар компания жасай берсін. Ал оқу барысы қалай жүріп жатыр? Оқу барысы өте жақсы жүріп жатыр. Бізге оқуға 2 апта уақыт берілді. Қазір 1-ші аптасында уже практически кітап жүзінде бәрін оқып жақсы үйреніп алдық. Құдай қаласа ендігі апта практика жүзінде продажаға шығамыз. Енді осы 2 апта бойы жинаған білімдеріңізді Шымкент қаласына барып үйретіп, Құдай қаласа, осы 2 апта жинаған білімімізді Құдай қаласа алдағы уақытта Шымкент қаласына тағы да команда жиналып жатса, соларға үйретумен дальше жүргізіп кетеміз. Все, рахмет сізге. Темір мырза, қош келдіңіз Кюфо Тулпар компаниясына. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің атым Темір, жасым 24-те. Кюфо Тулпар компаниясын интернеттен бақылап, Инстаграмнан қарадым. Өзімді сынау үшін, өзім бағымды сынау үшін осында келдім. Осы жақта 2 апталық оқу практикасында қазір дайындалып жатырмыз. Құдай қаласа Шымкентке барып, барлық мағлұматтарды сол жақтан білетін боласыздар. Сабақ барысы қалай болып жатыр? Сабақ барысы жақсы. Мұндағы өзіміздің барлықта түсінікті. Осы жақтағы менеджерлар бізге барлығын тыңдақтай айтып жатыр. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілейтін боламыз. Жақсы продажа жасап, компаниямызды одан сайын көтере беріңіздер.